Өңірдегі талапты жастарға қолдау білдіру мақсатымен жыл сайын ұйымдастырылатын алау жүлдесінің қорытындысы жарияланды. Биылғы жарыста 76 үміткер 7 номинация бойынша бақ сынаған. Аталмыш шараға қала әкімі Жақсылық Омар қатысып, топ жарған жастарды жеңісімен құттықтады. Біздің Өскеменнің жастары, менің пікірімше, Қазақстандағы ең талантты, ең қабілетті, ең әдемі, ең дарынды жастар. Спортта да, өнерде де, ғылымда да, білімде де, республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде жүлде алып жүрген біздің жастарымыз көпшілік. Сондықтан да біз әрқашанда жастардың кез келген жақсы бастамасына, игі жұмыстарына қолдау білдіруге міндеттіміз. Алау 2022 байқауында соңғы жылдары жастар арасында кең тараған блогерлік пен мобилография саласы да назардан тыс қалмаған. Қаламыздың жас мобилографтары шара барысын телефонға түсіріп, өз жұмыстарының нәтижесін көрсетсе, ең үздік блогер әлеуметтік желілердегі қаралым саны бойынша анықталды. Блогерлікте осы карантин кезінде барып келген қызықтым, көрдім, басқа өзіміздің Қазақстан блогерлары сөйтіп артында бастап, ең мақсатым осы Өскеменде блогерлер бар екенін дәлелдеген келді. Басқа өте қуаныштым, қобалжыдым кішкене. 4-ші жыл қатарынан дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан алау жастар сыйлығында атаулы 7 номинациядан бөлек үздік асаба, қаладағы үздік локация, үздік шаурма және жыл жаңалық атты арнайы жүлделер де жүйріктерге табысталды. Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру мақсатымен ұйымдастырылатын аталмыш сайыс келер жылы да өз жалғасын таппақ.